мұсылманның алдындағы міндетінің 10-шысы айякуна ма'a кафаtil халq mustabshiran talqil wajh rafiqan. Әрбір кісімен, әрбір мұсылман бауырымен жылы жүзді, күлімсіреген жүзімен және жақсы, әдемі, көркем сөзімен мәміле жасау керек екен. Бүгінгі дәрісіміз осы жайында болады. Бауырлар, пайғамбар алейхиссалам әдетінен жүзі әрдайым нұрланып, күлімсіреп жүретін. Расул алейхиссалам ең қатты күлгені алдында мұбарак көрек тісінің, сол көрек тісі ғана көрінетін еді деп келеді кітапта. Расул алейхиссалам ең қатты күлгені сол еді. Қалған уақытта жүзі нұрланып, күлетін адам секілді күлімсіреп жүретін. Міне пайғамбар алейхиссалам бойындағы осы сипат бауырлар кейде бізге жетіспей тұрады. Бізді осы сипатпен сипатталсақ, иншалла, осы сипат Құдай қаласа бізді тозақтың отынан құтқарады екен. Расул алейхиссалам айтады: "Атадруна аля ман хуримат нар?" Тозақтан құтылатын адамдарды білесіздер ме деп пайғамбар алейхиссалам сахабаларынан сұрады. Қалу Аллаху ва расулуху а'лам. Я Расулалла, айтыңыз, Алла және оның Расулы біледі ғой, біз оның жауабын білмейміз деп айтты. Фақали саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбар алейхиссалам былай деді: "Алаллайнхайн ас-сахл қариб." Жұмсақ мәміле жасайтын адамдармен және жүздері күлімсіреп жүрген адамдар деді. Міне бауырлар, бұл тозақтан құтқаратын амал екен. Өте қиын амал емес. Бәлкім ол жүзіңіз қанша қатайып алып, ұрсатын адам секілді жүргеніңізбен шаруа бітпейді. Қазақ айтады, бәлкім жылы сөйлесең, жылан інінен шығады дейді. Сол жылы сөйлеумен бірге жүзімізді күлімсіреп жүру керек екен. Инналлаху юхиббу сахла талақал вajh. Расул айтады, расында Алла тағала жылы жүзді, күлімсіреген жүзді және жұмсақ сөйлегендерді Алла жақсы көреді деді. Бауырлар, міне бізді иншалла тілімізді туралайық. Қазақ айтады, іріген ауыздан шіріген сөз шығады дейді. Бәлкім бұл тілді біз бір-бірімізді балағаттап, боғауыз айту үшін бергені жоқ. Бұл тілімізбен Алланы ұлықтап, пайғамбарға салауат айтып, және бір-бірімізге жақсы сөзімізді айту үшін берген еді. Иншалла, осы міндетімізді атқаруымыз керек екен. Ол және дәрісіміз бойынша ол міндет, яғни мұсылман бауырымен байланысқан кезде жүзінде күлкі болу керек, тілінде бал болу керек, яғни жұмсақ, әдемі сөйлесу керек. Кез келген мәселені осыған дейін дәрістерімізде айттық, оны жақсы мәмілемен шешуге болады. Ұрысып төбелесіп мәселе шешілмей қалуы мүмкін. Сол үшін мұсылман адам бәлкім сол мәселен шешілетін жағын ойлайды және оны мұсылманның алдындағы міндетім деп қабылдауымыз керек екен. Сол арқылы Алла Тағала күнәмізді кешіреді екен. Бұл жайында Расул айтады, бір сахаба: "Я Расулалла, даллини аля амал ядхулул жанна." Я Расулалла, жәннатқа кіргізетін амал үйретіңізші деп сұраған кезінде, фақала: "Инна ман мужибатил магфира бадул салам ва хуснул калам." Расул айтады, сол күнәлары кешірілуі уәжіп болған адамдарға жұмсақ мәмілемен сәлем береді деді. Ва хуснул калам, және әдемі көркем сөз сөйлейді деді. Міне көркем сөз сөйлеу және жүзіміздің нұрланып жүруі бұл біздерді иншалла жәннатқа алып баратын амал екен. Өйткені жәннаттың адамдарын сипаттаған кезде ол адамдардың жүздерінде күлкі болатындығын және бір-біріне яқулуна саламан салама, сіздерге амандық болсын деп бір-біріне тек қана әссалам деген сөзді айтатындығын айтқан Құран Каримде. Міне осы жалған фәни өмірде де бауырлар осы сипатпен сипатталуға шариғатымыз үндейді және бізді осымен сипатталатын болса, Құдай қаласа Алла Тағала әрмен қарай ниет ықыласымызға қарай оны еселеп бізге иншалла бере салады. Пайғамбар салам екінші бір хадисінде иттақуллаха уа ла бишақлил тамр. Расул айтады, тіпті бір құрма садақа беріп болса да Алладан қорқыңдар деді. Фәмән лам яжид, сол құрманы садақа жасауға мүмкіншілігі жоқ кісілер болса, фәкалиматун тайиба, онда жақсы сөз айтып болса да садақа беріп Алладан қорқыңдар деді. Міне жақсы сөйлеудің өзі мұсылманның алдындағы міндетіміз екен.
күлімсіреген халде, және ол шариғат бойынша ол садақаның сауабын алады екенбіз. Садақа екен. Аузымыздан, тілімізден шыққан әрбір сөзді бауырлар біз білуіміз керек, екі иығымызда екі періште отыр. Оң жағымыздағы періште осы әрбір жақсы амалымызды, жақсы сөзімізді, мәмілемізді бәрін жазып отырады екен. Ал сол жағымызда Құдай сақтасын, қате нәрсе айтса, қателессек, күнә істесе, соны жазатын періште екен. Міне осы періштелер біздің жанымыз денемізден шығып кеткенге дейін бұлардың жұмысы тек қана жазып отыру. Кейде адамдар бір жерлерден бір камера бар екен деп соны сескенген секілді тұратын адамдар бар екен. Жоқ, камерадан қорықпау керек. Алла субхана ва тағала бүткіл камераны біздің денемізге орнатып қойған. Оны Ясин сүресінде айтқан. Ертең сондай көздерің сөйлеген күні, қол аяқтарың сөйлеген күн деп айтады. Сол күнде біздің аузымыз жабылады екен, дене мүшелеріміз сөйлей бастайды екен. Не бізге жақсы болғанымызды куәлік жасап береді, немесе Алла сақтасын бізге қарсы куәлік береді екен. Қазір тіліміз сөйлеп тұрған кезде бауырлар, осы тілді жақсы жаға пайдаланайық, және жүзімізді иншалла нұрландырып, күлімсіреп жүріп, иншалла күнәларымыз кешірілсін, Алланың алдында мәртебеміз өссін, және бұны көрген біздің өскелең ұрпақтарымызда оларда осы бір-біріне мейірімділік, шапағат, тек қана жақсы сөз сөйлеуді олар бізден үйренеді. Олардың жақсы болуы бауырлар бізге байланысты екен. Біз қазір осы мәселеден иншалла аман есен өтіп, осыны амалға асыра алсақ, иншалла бізден тараған ұрпақтарымызда олар бізді көріп, олар да оны әрмен қарай жалғастырады. Олардың да айтқан сөздері жақсы сөз болады, және жүздерінде күлкі, сондай нұрланып жүретін үмбет болады, салиқалы ұрпақ болады екен иншалла. Алла субхана ва тағала ескен білгенімізге амал етуімізді нәсіп етсін, тілімізбен, бүткіл дене мүшемізбен Алла разы болатын амалдар жасауымызды нәсіп етсін, Алла жақсы көрмейтін амалдардан тыйылуымызды Алла тағала баршамызға нәсіп етсін. Субханака астағфирука ва атубу илейк.